Сәлем менің сүйікті тыңдармандарым. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айы барлығымызға мүбәрәк болсын. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы оразаның қадірін түсініп, сауабын білсек. Әңгіме Муслим Кз сайтынан алынған. Жақып алейхиссалям пайғамбардың 12 баласы бар еді. Жүсіп деген баласы жоғалып кеткен кезде, ай байғұс балам-ай деп жылап-жылап көзі соқыр болып қалады. Алдында 11 баласы қызметін жасап, көңіліне қарап, ұшып талып жүрсе де Жүсіптің орнын толтыра алмайды. Көп жылдардан соң 12-ші баласы Жүсіп табылып, қасына жақындап, көйлегін әкесіне берді. Тері сіңген көйлекті әкесі көзіне сүртіп еді, жарық әлемді қайта көре бастады. Бұл да болса Жүсіп пайғамбардың өзіне тән пайғамбарлық қасиетінің арқасында. Біз мұны неге айтып отырмыз? Өйткені адам баласының жүрегі 11 ай бойы соқыр болады, көңілдің көзі ластанады. Ал Рамазан айы болса, Жүсіп пайғамбардың көйлегі іспетті. Келсе болды, көңіл көзіміз ашылып, жүрегіміз нұрға тола бастайды. Міне, сондай ұлы бұл ай. Бұл айдың ұлылығы жайлы Құран және хадисте өте көп айтылған. Тіпті бұл айды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бастаған сахабалар аса бір ынтызарлықпен күтетін болған. Бұл ай есік қағып кіріп келген кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям былай айтқаны бар. Сіздерге Рамазан айы келді, берекелі ай келді. Алла тағала бұл айдың оразасын сіздерге парыз еткен. Бұл айда жәннат есіктері ашылады, тозақ есіктері жабылады, және шайтандар кісенделеді. Бұл айда бір түн бар, қадір түні. Мың айдан да жақсырақ. Кімде-кім бұл айдың жақсылығынан құр қалса, барша жақсылықтардан құр қалады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям өзі берекелі, қасиетті ай деген болса, оның берекетінен құр қалу біздей үмбеттерге жараса ма? Тозақ есіктері жабылып, жәннат есіктері ашылып, біздегі осы айда құлшылық жасау арқылы жәннатқа кіріңдер деп шақырып тұрса, қалайша бас тартамыз? Не болмаса бізді азғырып жүрген шайтандардың барлығы кісенделіп, олар бізді азғырарға күш таба алмай жатқан уақытта бір түн 3 не 4 сағат көз ілместен құлшылық етсек, сол арқылы өзгелердің 1000 ай 83 жыл жасайтын құлшылығынан да молырақ сауапқа кенеліп жатсақ, одан асқан бақыт, береке, қасиеттілік, артықшылық бола ма? Енді айтыңызшы, осы жақсылықтардан құр қалған жан бүкіл жақсылықтан құр қалған болмай ма? Егер сізге бір жақсылық жасағаныңыз үшін бір аудан әкімі сенің сыйыңды өзім беремін десе, қанша сомадағы қаржыны не сыйлықты көз алдыңызға елестетесіз? Ал егер уәде беруші облыс әкімі болса ше? Не болмаса премьер-министр болсын. Қанша соманы елестетер едіңіз? Не қандай сый күтетін едіңіз? Ал мемлекет басшысы саған сыйымды өзім беремін десе, ол кезде не елестетесіз? Айтпағым, әр адамның өзінің лауазымына қарап, оның сыйлау деңгейі де жоғарылай беретіні айдан анық қой. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. Аспандар мен жерді ең кіші жұлдыз болған күнді, сол күннен бірнеше есе үлкен 250 миллиардтан аса жұлдыздарды жаратқан, солардың барлығын игеріп тұрушы Алла тағала, ей пендем, саған сыйынды өзім беремін десе, не түсінесіз? Қалай сыйлау мүмкін? Не сый беру мүмкін? Я, Алла тағала хадис құдсиде айтады. Хадис екі түрлі болады. Бірі хадис набауи, ол сөзі де, лебізі де пайғамбардікі. Екіншісі хадис құдси, оның лебізі пайғамбардікі болса да, сөзі Алла тағаланікі. Пенденің бар амалы өзі үшін, тек ораза олай емес. Өйткені ол мен үшін ораза ұстады. Мен оған ораза тұтқан жанға сыйын өзім беремін. Уа әлемдердің Раббысының сыйына лайық жандар, ендеше асығыңыздар. Қиямет күні сондай ауыр күн. Ол күнде адамдардың барлығы мас болып жүргенін көресіз. Ол адамдар спиртті ішімдікке тойып алған мастар емес. Бәлкім, Алла тағаланың азабын өз көздерімен көрген сәттерінде тентіреп, естері кірді-шықты болып қалған жандар. Ол күнде пайғамбарлардың өздері менің жағдайым не болар екен деп, өзінің күйін күйттеп отыратын күн. Ол күнде әке баласынан, бала әкесінен қашатын күн. Ол күнде бір сауап үшін жаға жыртысатын, ауыздар мөрленіп, қол мен аяқтар істеген күнәлардың хабарын беретін күн. Ол күннің қорқынышын сипаттарға тіл әлсіз, сөзіміз жетпейді. Міне сол күнде бар күнәдан айыққан халде жарық жүзбен тұрғыңыз келеді ме?
Ендеше пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мына хадисіне құлақ түріңіз. Кім-кім Рамазан айында иман келтірген, үміт еткен халде ораза тұтатын болса, оның сол уақытқа дейінгі бар күнәсі кешіріледі деген. Ал біз күнәларымыздың кешірілуіне аз ғана құлшынып ораза ұстайтын болсақ, біздердің Алла тағала бұрын өткен бар күнәмізді жарылқауға уәде етіп жатыр. Біле білген, көзі ашық, көкірегі ояу жанға ұлы сый, ұлы жетістік. Әйтсе де, бұл айдың қадірін білместен, оразасын тұтпастан, Алладан ұялмастан, күні бойы ішіп-жеуден тыйылмайтындар бар. Пайғамбарымыз былай дейді: Жәбірейіл періште келіп, кім-кім Рамазан айына кіре тұра күнәлары кешірілмесе, мұрны жерге сүрінсін деді. Мен әмин дедім. Сондықтан Рамазанды бейқам өткізіп, мұрны жерден сүрінгендерден болып қалмайық. Міне, көрдіңіз бе? Біз қашан Рамазан оразасын тұтады екенбіз. Алла тағала біздердің күнәларымызды жарылқап, өзімізді жәннатқа кіргізбек. Сондықтан оразаның қадірін түсініп, сауабын білсек, бізге молынан сауап жазылады. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма лайк басып тіркеліп отырыңыздар.